Украина юқары қабаржылыққа қаршы mahkemesi ішлеп башлаган вақыт içinde бірінші дава аслыны бақы башлады. Шымдыке Одесса шер башы Геннадий Трухановға қаршы açılған дава бақыла. O 2015 ve 2016 seneleri için biyanamелерінде миллионларca гривналық мал мүлкінің гезеленмесінен қабатланыла. Mahkemede Трухановға қабатлывлар илян етілді, о қабатыны танымағанını білдірді. Невбеттеки mahkeme отырышы ноябрьнің 22-сінде olacak. Анда прокуратура Труханов қабатлы олғана қында избатлар кетірмеге планлаштыра. У подании ним 28 жовтня 2016 senesi октябрьнің 28-інде берген биянамесінде 33 миллион 506 bin гривна 15 ve 2 копеклік яланмалар аққында бір шей қайда тілмеген. Қабатлаулар ненен бағлауғаны анлайым, ама бұл қабатлауларының бірдіне білем әдесінен разы дегелім. Озымық қабатлы деп танымайым.